Кайырлы күн, достар. Калдарыңыз калай? Не істеп жатырсыздар? Көңіл күйлеріңіз қалай? Біздер мектепке келдік. Аймұратты сабаққа кіргізіп тастадым. Ауласында отырмын. Ауа райы сондай тамаша. Ақтөбеде бір апта болған жоқпыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай ағаштар жап-жасыл. Шөптер керемет өсіп қалған. Бір аптаның өзінде өзгеріс бар. Алдын біз бір апта бұрын бұндай жасыл болған жоқ бізде. Керемет. Ауа райы да тамаша. Көңіл күйлеріңіз көтеріңкі болсын. Күндеріңіз сәтті өтсін баршаңызға. Мынау біздің мектебіміз. Қараңыздаршы, дала деген сондай керемет. Дала ыстық та емес, салқын да емес, ауа райы сондай тамаша болып тұр. Далада нағыз серуендейтін күн. Демалып, мектебіміздің ауласында мынандай керемет, терең ашылыпты. Гүлдеріміз ашылып жатыр екен, керемет. Мектептен келе жатқан Батыр, Аймұра сабақтан алып келе жатырмыз. Үйге жақындап қалдық. Саламат өзі үйде ұйықтап жатыр. Ағасына апарып салдық сабаққа. Я? Не мұнда? Кентай қанша ренжіп келе жатыр. 9 мамырға Аймұратқа сыйлық берген екен классы қыздары. Соған маған да сыйлық жоқ па деп. Мынандай шкиватты арыстан ішінде күлкі қарандашы дөтті мындай. Қане көрсетші әкелме, жақынырақ көрсетейін. Мінекей 9 май мерекеге орай қыздары Аймұраттың сыйлық сыйлапты. Ручкасы бар және блокнот. Мінекей. Кілті бар екен, еще кілтеп қоятын, иә? Ешкім аша алмайды. Я, көзге мән бермейміз, көз кеше шкафқа соғып алған. Бүгін түсіп кетіпті. Апай да сұрап жатыр дейді, көзге не болған деп. Мынау дарағыз. Көрсете қоял. Ручкасы ма мынау? Мә, қандай күшті. Керемет екен, я, құтты болсын ал. Игілігіне пайдалан. Ашынады өшіргіш па ол? Өшіргіш па? Күшті екен. Енді мұна кілтін өрейміз. Кілтімен аша ғой, жайлап. Солай аша ғой, солай. Ол емес ғана ғой. Екеуі бір кілт қой, негізі. Әкел, көмектесейін. Әкел. Қатты ұстап тұр, блокнот ұстап тұр. Мұна керек бай мұрат. Ал, аш. Әнеки. Кілтті ала ғой, жайлап. Мәссаған, қандай күшті. Маған 5 кілт бұршы. Кілтек қоясың, жасыл болғасын кілтек қоясың. Керемет, құтты болсын. Аңғара Аймұрат. Көзі өсіп тұр. Достар, сәлем баршаңызға, қалдарыңыз қалай? Бұл біздің Батыр Елмұрат. Яғни детский киімдерге барып 48 штук карандаш әкеп берген, соның қызығына түсіп, мінекей сурет салып жатыр. Ау, бұтам. Үстіне су төккен балақай жүр, стакан суды аударған. Елмұрат суретін салып жатыр. Ал, құтты болсын Елмұрат карандашың. Детский мирдан, қазір міне сыртын көрсетейін. 48 штук, өте керемет, майлы, сынбайтын карандаш екен. Мінекейіңіз 48 штук. Качествосы өте жақсы. Мынан қараңыздар. Ұштарын керемет ұштап қойған. Ал, игілігіңе ұста балам. Сабақ аяқталғанда карандаш алып жатырмыз. Мына жігіт міне көмекшісі. Бұның аты Шашубай. Саламат, кәне, маған қарап қой. Сәлем де достарға. Сәлем де. Мама пицца.
Пока-пока де. Пока-пока де. Пока-пока де. Пока-пока де. Достар, сәлем баршаңызға, қалдарыңыз қалай? Елмұрат сабақтан келіп жатыр. Сыйлық берген екен, соны көрсетем дейді. Копилка! Мінекей 9 майға орай қыздардың сыйлаған сыйлығы ұлдарға. Ғарышкердің копилкасы. Ертең ішінде ақша толғанда жарамыз бұны шегемен. Сыртын бояуға болады я еще? Бояйсың ба сосын? Қосағанда? Керемет екен, я? Қазір тиындарым бар, анда алғашқа болып салып қояйын. Саламат қалай саған? Ұнады ма? Саламатқа бәрібір. Ол ойыншық деп ойлап тұр ғой, ойнайтын. Дәмі. Ал игілігіңе ұста, енді толтыр ішіне. Сәттілік. Не дейсің оқырмандарға? Достар, лайк басып, комментарий жазып кетіп, подписывайся. Деп тастаңыздар. А то новый батл шығар. Бүгін бізде кешкі асқа сорпа, кеспе. Мына балалар тамақ піскенін күте алмай, бәріне тойып алды. Мен бүгін сайтықтың келдім. Бәрекелді, жарайсың. Булочка жеп жатыр, вареньеспен ішіп алып тойып. Енді тамақ ішпейді қазір, тамақ піскенін күте алмай даладан қарны ашып кетті. Мына қызым садиктен келді. Мынау үйдегі жігіт. Мына жігіт мектептен келді. Елмұрат кемірме. Бізде мұнда Елмұратпен көрші жігіт Елжан деген батыр, сабаққа екеуі баратын батыр. Жаңағы Елмұраттың алып келген копилкасын бояп жатыр. Акварельмен. Акварель бояп Елмұрат? Акварель ма? Так. Акварель екен, я. Ал іске сәттіктер результатын көрсетесіңдер ғой, я берді. Алдында Елмұраттың алған карандаштары 48 штук. Күшті екен. Достар, кеш жарық. Бізде бүгін уже кеш. Балалар ұйықтап жатыр. Қошының үйде ойнап жүр. Сол үйдемін. Кешкісін қонаққа барамыз бұйыртса. Мана түстен келіп кішкене ұйықтап қалып балалардың қасында, балаларды ұйықтатып. Енді сол бұйыртса Меккеден келген құрманы жейін деп жатырмын. Жолдасымның дос баласы әкелген екен, рахмет көп-көп. Дұрыс сөйлей алмайды, мен ренжімеңіздер, тісімді жұлдырып едім, мана бар. Әлі қолдың күші кетпепті мына жағымда. Солай, күндеріңіз қалай өтті өздеріңіздің? Бізде бүгін ата-енеміз де қонаққа барады, біздер де қонаққа барамыз, балаларды бөліп алып кетеміз, еш күн болмайды. Сол күндеріңіз сәтті өтсін. Менің бүгінгі бір күндік влогым осымен тәмам. Менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, достар.